Жапондар мен қазақ халқының бала тәрбиесіндегі ұстанымдары бір-біріне сәйкес келеді. Жапон халқының нақыл сөздерін назарларыңызға ұсынамыз. Қолыңнан келгеннің бәрін жаса, қалғанын тағдырыңа қалдыр. Артық зат, артық уақыт шығыны. Жүректегі жеңілдік қадамыңды да жеңілдетеді. Қарапайым адамдарсыз ұлылар болмайды. Әйелі мен күйеуі қол мен көз болуы тиіс. Қолың ауырған кезде көзден жас тамады. Көзден аққан жасты қол арқылы сүртеді. Сұрау 1 минуттық ұят, білмеу өмірлік ұят. Қиындыққа тап болсаң, өзіңе сен. Жапырақтың суға батып кететін, ал тастың су бетіне шығатын уақыты болады. Бір генералдан гөрі 10 000 әскерді тапқан жеңіл. Ойланып шешім қабылда, шешім қабылдап ешқашан ойланба. Жолда қасыңа серік керек, өмірде дос керек. Ақмақтықтан асқан жауың жоқ. Қайғы жыртық көлік секілді үйде қалдыру керек. 7 рет құла, 8 рет қайта тұр. Төсекте жатып ешқашан сүрінбейсің. Адамға күмән келтірместен бұрын 7 рет ойлан. Күліп тұрған жерде бақыт та болады. Салқын шай мен тамаққа төтеп беруге болады, бірақ суық сөз бен көзқарасқа шыдау мүмкін емес. Егер мәселені шешуге болса, оны уайымдап керек емес. Егер шешімсіз болса, оған бола бас қатыру пайдасыз. Жылдам бұл баяу, бірақ үзіліссіз. Өз жүрегіңнің ұстазы бол, жүрегіңе сені басқаруға мүмкіндік берме. Кейде бір сәттің өзі алтыннан да қымбат. Егер әйел қаласа, тауды да жығады. Жақсы сатушы өз тауарларының барлығын жария етпейді. Ит босқа үрсе де, оның артынан бірге жамырай үретіндер табылады.